Бүгін облыстық көпбейінді аурухананың қабырғасы адамға толы. Хирургия бөлімінде ығы-жығы жұмыс. Себебі бүгін қаладағы ақ халатты абзал жандар қан тапсырып, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созбақ. Бұл игі іс жыл сайынғы дәстүрге айналған көрінеді. В медицинской сфере есть служба, которая очень важна для всей медицины. Медицина саласында қан тапсыру деген қызмет бар. Біз жыл сайын аурухана базасында облыстық қан орталығымен бірлесіп, осындай шара өткіземіз. Қазір алынған қанның ауруханадағы қиын жағдайдағы науқастың өмірін арашалап қалуға септігі тиеді. Сонымен қатар бұл аудандардағы емдеу мекемелеріне де жеткізіледі. Донор болып келген дәрігерлер ең алдымен тексерістен өтеді. Аты жөнімен мекен-жайы тіркеліп, бойы, салмағы мен қан қысымы өлшеніп, гемоглобині бақыланады. Ал алынатын қанның мөлшері 500 мл-дің маңайында. Человек приходит, регистрируется, заполняет анкету, отвечает на все вопросы достоверно. Қанды тапсыру алдында донор-терапевтің қабылдауымен алдын ала медициналық тексеруден өтеді. Дене температурасынан бастап жүрегінің соққысына дейін жіті бақыланады. Мүмкіндігінше қанды ашқарынға таңертеңгі уақытта тапсырған жөн. Анестезиолог-реаниматолог Ренат Хасисовтың бұл ауруханаға жұмысқа орналасқанына жарты жылдың ғана көлемі болыпты. Мұнда игі іске студент кезінен бері қатысып келеді. Қазір ақ халатты арнайы тексерістен өтіп, сауапты іс жасамақ. Мы сдаем кровь. Мен жылына бір немесе бірнеше рет қан тапсыруға тырысамын. Жалпы адамның қаны қою болса, қан қысымы көтерілуі мүмкін. Сол себепті қан тапсыру өзің үшін де, өзге үшін де пайдалы іс. Менің гемоглобинім жоғары. Оны реттеп отыру үшін донор боламын. Жалпы 3 сағатқа созылған шара барысында 60-қа жуық абзал жан қан тапсырды. Ақжүніс Мұқатай, Шернияз Иманов, НТРК.